Минскте өткерілген 2-ші Авропа ойынларынан алтын медальны elde еткен украиналы дзюдочы Георгий Зантарая спорт тәжірибесінен пайлашты ве усталық дәрісіні берді. Тедбір насыл тарзда олып кечкеніне ақында мұхбиріміздің тариф етежек. Георгий Зантарая кім олғаныны ве спорт дүниясында насыл мемлекетіні темсил еткені ғайет яқшы белледір. О 2019 сенесі дзюдо дүния чемпионыдыр. Дүниявынден башлап есе мында Минскте өткерілген 2-ші Авропа ойынларының да чемпионы олды. Шунun için оның иштирагынан усталық дәрісіне де бұл ерде пек чоқ талебе топлашты. Жума эртесі күні украиналы дзюдочы Минскте Чижовка-арена спорт комплексінде кечкен 2-ші Авропа ойынларының ғалибы олды. Эртесі күні есе чоқ йыллар девамында идманлар ве чықышлар вақтында елде етілген білгі ве тәжірибесінен усталық дәрісі иштиракчыларынан пайлаша. Бұл ерде пек генч спортчылар әмде тәжірибелі дзюдочылар да бар. Чемпион еле конышмадан бір өзі үшін файдалы шейлер ала. 13 яшлы Александр Тоқтамышев есе Зантараяның күчіні өзінде есетті. Георгий оны дзюдо усулларны көстермек үшін давет етті. Бегендім, ұрышта файдалы олacak усуллар. Насыл yapmak, не yapmak, насыл тып күч құланмақ көстерді. Бұл Минсктегі 2-ші Авропа ойынларында Георгий Зантараяның да соңки чықышы дегіл. Елерде оны да қаршық тақым ярышлары бекілмекте. Өзінің айтқанына көре ярышларға азырланмақ біраз ратланмақ керек, ама усталық дәрісіне чемпион келмейіп оламады. Мен долларын яшында екенде белли мешур спортчыларны көрмек істейдім. Базаларына атта ошамаға істейдім. Олар үшін ғалибе қазанған кешіні көрмек пек ии бір фырсаттыр. Усталық дәрісі вақтында Георгий Зантарая иштиракчыларынан позитив алды ве яңы күчлерінен яңы медальлер үшін күрешмеге азыр. Авропа ойынларда қарышық тақымлар арасында дзюдо мүкафатлары үшін күреш июньнің 25-інде олacak.